Ассалаумағалейкум қазақ бауырым, бүгін мен саған тіркелмей тегін сатоши жинауға болатын 5 новый кран көрсеткім келіп отыр. Кран дегеніміз криптовалюта жинауға болатын сайт. Сосын дәл қазір көрсетейін деп отырған крандарым арқылы криптовалюта жинау үшін саған міндетті түрде Faucet.pay деген криптокошелек керек болады. Faucet.pay дегеніміз міне мынандай сайт. Мен бұл сайт туралы видео түсірдім. Егер де ол видеоны көрмеген болсаң, ол видеоның ссылкасын осы видеоның астына қалдырам. Яғни осы видеоның описаниясына қалдырам. Сосын айтпақшы, егер де сен менің YouTube каналыма әлі де болса жазылмаған болсаң, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен бүгінгі көрсеткім келген ең бірінші сайтымыз міне мынандай сайт. Бұл сайт арқылы 5 минут сайын күніне ешқандай да шектеусіз тегін сатоши жинап отыруымызға болады. Сосын дәл қазір көрсетейін деп отырған сайттарымның ссылкаларын мен Telegram каналыма пост қылып шығарам. Сосын сол посттың ссылкасын осы видеоның астына қалдырам, яғни осы видеоның описаниясына қалдырам. Енді мына сайт арқылы тегін сатоши жинау үшін ең бірінші Faucet.pay-дегі аккаунтымызға барамыз. Faucet.pay-ден өзіміздің биткоин адресімізді копировать етіп аламыз. Биткоин адресімізді копировать етіп алу үшін мына жерде депозит деген кнопканың үстінен басамыз. Төмен қарай түсеміз. Мына жерде биткоин дегеніміз міне, биткоин адресіміз міне. Биткоин адресіміздің үстінен бір рет басамыз, сол кезде биткоин адресімізді копировать етіп аламыз. Енді жаңағы сайтқа барамыз. Төмен қарай түсеміз. Мына жерге жаңа копировать етіп алған биткоин адресіңді қоясың. Үстінен бір рет басып тұрасың. Ставить дегенді басасың. Енді мына жерде Enter дегеннің үстінен басамыз. Төмен қарай түсеміз. Мына жерде капчаны орындаймыз, яғни я человек деген сөздің қасына галочка қоямыз. Реклама ашылып кетуі мүмкін, мынандай кейбір кезде рекламаны жауып тастаймыз. Енді мына жерде капчаны орындаймыз. Автобустарды тап деп тұр. Автобустарды табамыз. Төмен қарай түсеміз. Енді мына жерде Claim Reward деген кнопканың үстінен басамыз. Сосын бұл сайт бір берген кезде 1 сатоши мен 3 сатоши аралығында береді. Көріп отырғаныңдай бұл сайт маған 1 сатоши берді. Сосын бұл сайт арқылы жинаған сатошиларыңды бұл сайт сенің Faucet.pay-дегі аккаунтыңа, яғни биткоин адресіңе сразу жібермейді. Бұл сайт арқылы минимально 50 сатоши жинайсың, содан кейін ғана бұл сайт арқылы жинаған сатошиларыңды шығарып алуыңа болады. Жинаған сатошиыңды шығарып алу үшін жоғары қарай көтерілесің, мына жерде меню дегенді басасың. Мына жерде аккаунт дегенді басасың. Енді мына жерде төмен қарай түсеміз. 50 сатоши жинағаннан кейін мына жерде Withdraw to Faucet.pay дегеннің үстінен басамыз. Сол кезде бұл сайт арқылы жинаған сатошиымызды Faucet.pay-дегі биткоин адресімізге шығарып алуымызға болады. Міне мына жерде minimum Faucet.pay withdraw amount 50 сатоши деп тұр. Сосын бұл сайттың реферальный программасы бар, яғни бұл сайтқа өзіңнің достарың шақыруыңа болады. Реферальный ссылкаңды сайттың төмен жағына қарай түсесің. Реферальный ссылкаңды мына жерден аласың. U-Link деген жерден. Сосын бұл сайт реферальный программасы бойынша 20% төлейді. Бұл сайт туралы түсінікті деп ойлаймын. Енді келесі сайтымыз, яғни келесі биткоиннің тиындарын жинау болатын екінші сайтымыз мынандай сайт. Бұл сайт арқылы 15 минут сайын биткоиннің тиындарын жинап отыруымызға болады, яғни сатоши жинап отыруымызға болады. Бұл сайт арқылы да биткоиннің тиындарын жинау үшін ең бірінші Faucet.pay-ге барасың. Faucet.pay-ден биткоин адресіңді копировать етіп аласың. Мына жерге әкеліп қоясың. Сосын бұл сайт арқылы да шектеусіз 15 минут сайын тегін сатоши жинап отыруыңа болады. Биткоин адресіңді қойғаннан кейін жаңағы жерге
төмен қарай түсіп мына жерде get reward дегенді басасың. Капча шығады, капчаны орындайсың. Мына жерге галочка қоямыз. Мынандай капча шықты, видеоны тоқтатып, капчаны тауып болғаннан кейін видеоны қайтадан жалғастырам. Капчаны орындап болдым. Енді мына жерде anti-bot captcha деген нәрсені орындаймыз. Яғни мына жердегі сөздерді мына жерлерден табамыз. Бірінші iBits дейді, екінші биткоин, үшінші GoBit, үшінші Popper. Мынандай таймер шығады, 3 секундтық. Таймер біткеннен кейін мына жерде Climb Now деген басамыз. Яғни түсінгеніңдей бұл сайт арқылы осылай 15 минут сайын тегін сатошы жинап отыруыңа болады. Мына жерде маған 1 сатошы беріпті. Сосын бұл сайттың да реферальный программасы бар, яғни бұл сайтқа да өзіңнің достарың шақыруыңа болады. Реферальный программасы бойынша бұл сайт 20% төлейді. Сонымен келесі үшінші сайтымыз, жаңа көрсеткен екінші сайтым сияқты сайт. Бұл сайт арқылы да 15 минут сайын тегін сатошы жинап отыруыңа болады. Сосын бұл сайт арқылы күніне 100 рет жинауыңа болады. Бұл сайт арқылы да тегін сатошы жинау үшін ең бірінші Faucet Pay'ден биткоин адресіңді копировать етіп аласың. Мына жерге биткоин адресіңді қоясың, төмен қарай түсіресің. Get reward дегенді басасың, капчаны орындайсың, жинайсың. Сосын бұл сайтқа да рефералдар шақыруыңа болады, яғни достарың шақыруыңа болады. Реферальный ссылкаңды алу үшін сайттың ең астыңғы жағына қарай түсесің. Реферальный ссылкаңды мына жерден аласың. Бұл сайтта реферальный программасы бойынша 20% төлейді. Сонымен келесі төртінші сайтымызда дәл жаңағы сайттар сияқты сайт. Бұл сайт арқылы 10 минут сайын күніне ешқандай да шектеусіз тегін сатошы жинап отыруыңа болады. Бұл сайт арқылы да тегін сатошы жинау үшін Faucet Pay'ге барып биткоин адресін копировать етіп аласың, мына жерге қоясың. Биткоин адресіңді төмен қарай түсесің, Climb Reward дегенді басасың, капча шығады, капчаны орындайсың, тегін сатошы жинап отыруыңа болады осылай. Сосын бұл сайттың да реферальный программасы бар, реферальный ссылка міне мынандай болады. Бұл сайтта реферальный программасы бойынша 20% төлейді. Яғни мына сайтқа өзіңнің достарың шақыруыңа болады. Келесі ең соңғы сайтымызда жаңағы көрсетіп отырған сайттарым сияқты сайт. Бұл сайт арқылы да 10 минут сайын күніне ешқандай да шектеусіз тегін сатошы жинап отыруыңа болады. Мына жерге биткоин адресіңді қоясың, төмен қарай түсесің, Climb Reward дегенді басасың, капча шығады, капчаны орындайсың. Осылай тегін сатошы жинап отыруыңа болады. Сосын бұл сайттың да реферальный программасы бар, яғни бұл сайтқа да өзіңнің достарың шақыруыңа болады. Реферальный ссылкаңды алу үшін сайттың ең астыңғы жағына қарай түсесің. Бұл сайтта реферальный программасы бойынша 20% төлейді. Сонымен бүгінгі көрсеткім келгені міне осындай өте керемет сайттар. Бұл сайттар арқылы жаңағы көрсеткенімдей тегін сатошы жинап отыруыңа болады. Сосын егер де саған дәл осындай тіркелмей тегін криптовалюта жинауға болатын тағы да басқа сайттар керек болса, мен бұндай сайттар туралы бірнеше видео түсірдім. Егер де ол видеоларды көрмеген болсаң, ол видеолардың ссылкаларын мен осы видеоның астына қалдырам. Яғни осы видеоның описаниясына қалдырам. Сосын айтпақшы, видеоларымда көрсетіп отырған сайттардың ссылкаларын мен ең бірінші Telegram каналыма шығарып отырам. Сондықтан да міндетті түрде Telegram каналыма да жазыл, Telegram каналымның ссылкасы осы видеоның астында. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.